Сынықшылық, оташылық хақында адам денесіне ботаның сүйегін салу, тасбақаның сүйегін салу дегендерге сенесіз бе? Сенсеңіз де, сенбесеңіз де қазақ оташыларының адамның сүйегінің орнына ботаның сүйегін салғаны жөнінде аңыз әңгімелер көп. Ендеше сондай мысалдарға назар аударып көрейік. Көрнекті дәрігер Мақсат Әбдіқадырұлы еңбектерінде келтірілген Өтеген Әбдіраманның қазақтың қара емдері кітабындағы мына бір мысалға үңілейікші. Онда былай делінген екен. Нұрила нәрестені бесіктен шешіп емізгелі алдына ала бергенде еңбегінің ойылып қалғанын көреді. Ол дереу Жантас деген аға жылқышыны шақырады. Жантастың тәуіпшілігі бар екен. Ол нәрестені ары-бері қарап: баланың бас сүйегі жарақаттанған, жерге құлатып алдың ба, әлде үйде бөтен біреу болған ба? деп сұрайды. Нұрила: үйде үлкен енем ғана қалып еді дейді. Сонда Жантас жылқышы: жас нәрестенің басын қолымен мүжіп жіберіпті. Мен дереу оташы алып келейін деп атқа қонады да Шаян мешітінде тұратын оташына алып келеді. Баланы көрген Шаян оташы: нәрестенің бас сүйегі опырылып кетіпті. Әйтеуір миы аман екен. Дереу тасбақаның сүйегін тауып әкеліңдер дейді. Жылқышылар 3-4 тасбақаның сүйегін тауып әкеледі. Прибер оташы нәрестенің опырылып кеткен сүйек жаңқаларын еппен алып тастап, жас тасбақаның сауытын жапсырып, оны жаңа сойылған тайдың шегімен орап, таңып тастайды. Бірер айда жас сүйектер бірімен бірі қабысып жазылып кетеді. Содан Тілеуберді баланың аты Жарықшақ деп аталып кете барады. Қазақтың қара емдері аталған кітапта осылай жазылған екен. Арғы бет Алтайда өткен оташылар арасында да қызықты әңгімелер өте көп. Сапарғали оташы Ақбайұлының да шебер оташылдығы хақында аңыз әңгіме көп айтылады. Сапарғали оташы сүйегі түскен сынықтарға сынған сүйектердің ыңғайына қарай ботаның жілік, жауырын, қабырға, жамбас сүйектерінен кесіп, қиып алып, егеп, сүйегі түскен орынға қиыстырып салатын болған. Осындай адамдардың талайы кейіннен толығынан жазылған екен. Мысалы, Қанаш Шұғайбұлы 1941 жылы там жағалап ойнап жүргенде тамнан құлап жығылып, оң аяғының сүйегі күл парша болып сынып, сүйегі түсіп қалады. Сүйегі түскен орынға Сапарғали оташы ботаның сүйегін алып, егеп, сүйек түскен орынға салып, таңып берген екен. Сөйтіп сынған сүйек ақаусыз жазылып кетіпті. Ботаның сүйегін салу өнерін қазақтың көптеген оташысы қолдана білген. Шежіреші Бидахмет Мұқайұлының жазуынша, арғы бет Алтай қаласының Шірікши ауылында өткен Әбілқасым деген кісі әрі емші, әрі оташы болған екен. Әбілқасымның оташылығы жөндегі өнері де екінің бірінің қолынан келе бермейді. Мысалға, 1932 жылдар Ушілік жайлауында 12-13 жас шамасындағы бір бала асау тай үйретіп жүріп, тасқа жығылып, оң аяғының асық жілігі күл-талқан болып сынып кетеді. Әйгілі оташы Әбілқасым баланы жан-жақтылы тексеріп, сынған екі бөлік сүйектің баланың терісін тесіп сыртқа шығып тұрғанын көріп, сүйегі сыртқа шығып кеткендіктен оның қаны бұзылды, дейді де. Баланың әкесінен: бағып отырған түйеңнің ботасы бар ма? деп сұрайды. Жалғыз ботам бар еді, дейді баланың әкесі. Ендеше сол ботаңды сой. Бұзылған сүйекті алып тастаймыз да, ботаның таза сүйегін алынған сүйектің орнына қосып таңамыз. Егер ботаңды соймасаң, балаңның аяғы кесіледі дейді. Үйдің иесі дереу жас ботаны сояды. Әбілқасым сойылған ботаның қажетті сүйегін лайықтап алып, асық жілікке қосып таңады. 2 айда бала таяққа сүйеніп кіріп шыға алатын болады. Кейін кем-кетіксіз жазылып кетеді. Сол бала 1945 жылы Алтайдың Ласты деген жерінде соғыстан құрбан болады. Бұл Бидахмет Мұқайұлы атты ақсақалдың айтқан әңгімесі екен. Міне, көріп отырғанымыздай қазақ медицинасында мұндай мысалдар өте көп. Бұл туралы бүгінгі медицина ғылымы не дейді? Ол туралы нақтылы білгілеріңіз келсе, біздің каналға тіркеліп, келесі хабарларымызда асыға күтіңіздер. Сіздер тыңдап отырған ғажайып әңгімелер көрнекті дәрігер Мақсат Әбдіқадырұлының мұрағат қорынан алынды.